Students, сәлем оқушылар, бүгін біздер 3-ші класстарға арналған Тжб тапсырмаларын орындаймыз, оқимыз, түсіндіріп және аударатын боламыз. Ал біріншісі бұл жерде listening, тыңдау, берілген. Task 1, бірінші тапсырма. Listen to the teacher and mark the statements true or false. Мұғалімді тыңдап, және бұл жерде дұрыс немесе қате жауаптарын белгілейміз. 1-ден 4-ке дейін берілген. Let's read. The violin is a string instrument which is made of wood and has got 4 strings. It is the smallest instrument in the string family. A person who plays the violin is called violinist. The modern violin is about 400 years old. It is very important. Classical instrument is the orchestra. To play the violin well, you need to practice a lot. Аудармалатын болсақ, бұл жерде скрипка ағаштан жасалынады және 4 ішекті аспап түріне жатады. Бұл ішекті аспаптар тобындағы ең кішкентай аспап болып есептелінеді. Скрипкада ойнайтын адам, ол скрипкашы деп айтамыз. Қазіргі таңда скрипканың жасы шамамен 400 жылдан астам. Бұл оркестрдегі өте маңызды классикалық аспап. Скрипканы жақсы ойнау үшін көп жаттығу қажет. Ал енді 1-ден 4-ке дейін сұрақ берілген бізде сөйлемдер дұрыс немесе қате белгілейміз. The violin is usually made of wood. False. Жазамыз false. Өйткені бұл жерде айтқанда скрипка ол жүннен жасалынады. Жоқ, it is made of wood. Ол ағаштан жасалынады. The violin is an instrument from the string family. It's true. Бағана сөйлемдегідей, ол ішектілер аспап қатарына кіреді. Отбасылық. If you play a violin, you are called pianist. Not violinist. False. And the violin is very old instrument. Скрипка ол өте көне инструмент. Иә, бұл дұрыс, өйткені ол 400 жылдан астам инструмент болып есептелінеді. Біздер орындап болдық. Task 2, writing. First, read the text and translate into the Kazakh. My name is Mia. I am pianist. I began studying the piano when I was 3 years old. I am 10 years old now. I play the piano in the orchestra in the community college. We give concert 2 times a year. I always practice my music for the next concert. During the school year, I take 4 piano lessons every week from my piano teacher, Mrs. Taylor. Бұны қазақ тіліне аударатын болсақ, менің есімім Мия, және мен пианистпін. Мен пианино ойнауды үйренуді 3 жасымнан бері бастадым. Мен қазір 10 жастамын. Мен пианиноны оркестра фортепианосында ойнаймын. Қоғамдық колледжде. Жылына 2 рет концерт береміз. Мен әрқашан келесі концертке жаңа музыканы жаттықтырамын. Оқу жылында мен фортепиано мұғалімі Тейлор ханыммен апта сайын 4 фортепиано сабағын аламын. Енді тесттерді дұрыс жауабын белгілейік. When did Mia start to study piano? 5
10, 8, 7 years. Бұл жерде дұрыс жауабы жоқ, сондықтан мынау 7 years-ның орнына 3 years деп бастап жазып, 3 years, яғни 3 жыл деп белгілейміз. 3 жасында ол бастаған. Бұл жерде дұрыс жауабы берілмеген. Келесі. Әрі қарай тапсырма. Where does Mia take her piano lesson every week? Mia әр апта сайын қай жерде ол пианино сабағын алады? At the community college. C. Жауабы дұрыс. How many times a year do they give a concert? Жылына қанша уақыт олар концерт береді? Олар жылына концертті 2 times a year. Жауабы A болады. 2 рет береміз деп айтты концертті. A жауабы. How many hours a week does Mia practice the piano? Аптасына Mia қанша рет жаттығу жасайды пианомен? For piano lesson. Жауабы B. This is a smart and a new invention. Бұл ақылды және жаңа өнертапқыш. This is a clever but dangerous invention. Бұл ақылды, бірақ зиян, қауіпті өнертапқыш. This is a clever and a useful. Бұл ақылды және пайдалы өнертапқыш. This is a fast and a big invention. Бұл өте жылдам және үлкен өнертапқыш. Here is a speaking task 4. Reading the questions aloud. Answer them in complete sentences. Сіздер Марко Поло жайында өтіп кеткенбіз. YouTube каналында көріп алсаңдар болады толығырақ. What is the name of this man? Look at the picture. Суретке қарап, бұл кім екенін табыңдар деген. His name is Marco Polo. Оның есімі Марко Поло. Who was he? Ол кім болған? He was a famous explorer. Ол атақты саяхатшы болған. When did he first go to China? Ол қашан Қытайға барған? He first went to China when he was 18. Ол 18 жасында Қытайға барған. What was the Silk Road? The Silk Road is straight road. Жібек жолы не болған еді? Ол